Желіде Қазақстан ақындары мен жыршы термешілердің халықаралық одағының төрағасы белгілі ақын Жүрсін Ерманның жансақтау бөлімінде жатқаны жайлы ақпарат тараған болатын. Ақынның қызы Ардақ Жүрсінқызы әкесінің қазіргі жағдайы туралы мәлім етті. Ардақ Жүрсінқызының айтуынша, ақын жансақтау бөліміне түспес бұрын денсаулығы сыр берген. Себебі осыдан 4-5 ай бұрын Жүрсін Ерман оң аяғының тізесіндегі көк тамырға протез салдырған. Алайда протезді ағзасы қабылдамай, оның айналасы іріңдей бастаған. Артынша сол ірің қанға түсіп, ақынның дене қызуы көтерілгеннен талмасы ұстаған. Ол есінен танғаннан кейін бір күн ішінде тыныс алу аппаратына танылды, дейді қызы. Сыртынан көрінбегенімен іштей іріңдеу процесс жүрген. Әкем ауырсынғанымен жағдай бұлай ушығады деп ойламаса керек. Басында онша мән бермеді. Қойып кетер деп жүрді. 2-7 бұрын есінен танып құлады. Дене қызуы 40 градус болды. Сол күні кешкісін есінен танып құлаған. Аяғымен жүре алмай қалды. Содан жансақтау бөліміне бірнеше күн есін жия алмай жатты. Бір жетеден кейін жазда жасалған отаны ашып, дәрігерлер протезді алып тастады. Бірнеше күн жасанды тыныстандыру аппаратында жатты. Осы аптаның басынан беті бері қарады. Аппарат алынып, қазір өзі тыныс алып жатыр. Енді жеке палатаға шығарылуын күтіп отырмыз, деді ақынның қызы Ардақ Жүрсінқызы. Ардақ Жүрсінқызы әкесі жеке палатаға шықса, анасының жанына баратынын айтты. Кеше дәрігерлер жансақтау бөліміне кіруге рұқсат берді. Сол жерде дәрумендерге толы сұйық тамақты дәрігерлер шланг арқылы ішкізеді екен. Содан өзіміз шприцпен тамақтандырдық. Басында көңіл күйі түсіңкі болды. Дегенмен көңілін аулап, айтыскерлерге сол жерде хабарласып сөйлестірдік. Әрең сөйледі, әлсіреп қалған. Бірақ айтыскерлердің даусын ести сала қуанып кетті. Барлығы денсаулық тілеп, жағдайына алаңдағанын айтып жатты. Әкем, оларға талай жоспар бар еді, денсаулық осылай болып қалды, деп аздаған өкінішін білдірді. Қазақ айтысының майталманы Жүрсін Ерман ағамыз үшін дұғада болайық. Алла деніне саулық берсін. Видео ұнаған болатын болса, лайк басып қолдап қойыңыз. Біздің арнаға жазылып, қоңырашаны басып қоятын болсаңыз, келесіде жаңа видеоларды, қызықты деректерді бірден көретін боласыз.